Ассалаумағалейкум, сәлем баршаңызға. Гемоглобинді арттыратын тағамдар жөнінде не білесіз? Алдымен мен осы видеомды соңына дейін қарап, арнама тіркелмесеңіздер тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып, қоңырау белгісін басып қоюды ұмытпаңыздар. Гемоглобинді арттыратын тағамдар. Теңіз өнімдері. Теңіз өнімдерінің құрамында ақуыз көп. Устрица, мидия және қызыл уылдырық қандағы темір тапшылығын толтыруға жарамды. Бұршақ дақылдары. Жасымық, бұршақ және фасоль құрамында темір бар және осы микроэлементтің ең бай көздерінің бірі болып саналады. Көкөністер. Темірге ең бай қызылша эритроциттердің жұмысын бастайды. Қызанақ қан құрамын жақсартады. Картоп темірді сіңіруге көмектеседі. Сондай-ақ сәбіз және кәді жалпы ағзаға пайдалы. Кептірілген жемістер. Құрғақ жемістер де темірмен қанықтыруда маңызды рөл атқарады. Құрғақ өрік, інжір, құрма, қара өрік анемиямен күресуде ең жақсы таңдау болып саналады. Жаңғақтар. Қандағы гемоглобинді жоғарылататын ең пайдалы өнім грек жаңғағы. Олардың құрамында темірден басқа калий, магний, кобальт және көптеген дәрумендер мен минералдар бар. Сіздерге алдағы уақытта үй жағдайында қолжетімді тағамдармен қалай гемоглобинді көтеруге болатынын сіздермен бөлісетін боламын. Менімен бірге соңына дейін болғандарыңызға рахмет. Сіздермен болған мен Гүлназ.